Ардақ Нұрғазы 1972 жылы Қытайдағы Шыңжаң өлкесі Тол ауданында дәрігер отбасында дүниеге келген. Университетте химия мамандығы бойынша білім алса да, Ардақ Нұрғазы жастайынан әдебиетке ерекше қызығушылық танытып, әдебиетпен сырттай айналысып, оның түрлі жанрларын сүйіп оқыды. Соның ішінде болашақ ақын батыс әдебиетіне модернизм, постмодернизм бағытындағы шығармаларға ерекше қызығатын. Ардақ Нұрғазы Қазақстанға 30 жасында қайта оралып, осы елдің азаматтығын алды. 2006-2008 жылдар аралығында әдеби қауымның рухани азығына айналған аса көрнекті Шетел әдебиеті газетінің бас редакторы болды. Кезінде Жалын журналы мен Алматы ақшама газетінің редакцияларында қызмет атқарған. Ақынның өз шығармалары 1991 жылдан бастап жарық көріп келеді. Оның туындылары қазақ тілімен қоса ағылшын, қытай және орыс тілдеріне шығарылған. Ардақ Нұрғазының аса ауқымды еңбектерінің ішінде Арақұс, Дәлдік һәм тұнықтық, A Garden of Trees and Other Poems атты туындылары бар. Ақынның Pebbles, Eggs and the Fence, A Collection of Poets from Central Asia атты өлеңдер жинағы Австралияның Пунше Уотман тәуелсіз кітап баспасында 2023 жылдың наурыз айында жарыққа шықты. Ардақ Нұрғазы қазақ поэзиясына жаңашыл леп әкелген новатор. Батыс пен шығыс мәдениетін бойына сіңірген біздің әдебиетіміздегі постмодернизмнің көрнекті өкілі және сан қырлы тұлға. Оның поэмалары ешкімге ұқсамайтын, төл стильде жазылған және формашылдыққа бағынбайды. Ақын шығармашылығының оқырман көзіне түсетін айқын ерекшелігі поэзиясында дәстүрлі қара өлең ұйқасының орнына ақ өлең үлгісін қолдануы. Ақынның ойынша формашылдық дербес ойлау еркіндігін шектеп, поэзияны өлтіріп отыратын құбылыс. Сондықтан да өнер еркіндікті сүйеді және қалыппен жасалмайды деген көзқарасты ұстанатын Ардақ Нұрғазының қазақ топырағына ақ өлеңнің жаңбырын төккен алғашқы ақын аталуы ғажап емес. Қаламгер Сағадат Ордашев айтқандай, Ардақ таза постмодернизм топырағында туған тұлға. Ал постмодернизм салт сананың, тектік тарихтың жадын бүгінгі таныммен тірілду. Дегенмен Ардақтың поэзиясын әлі де ауыларалық эволюциядан шыға алмаған, оның үстіне кеңестік қалыпқа түскен түйсікті еркіндікке жібере алмаған санамыздың қабылдамауы өкінерлік. Ақынның терең философиясы және интеллектуалдылығы оның поэзиясынан ғана емес, сыншылығынан да айқын көрініс табады. Ардақ Нұрғазының Айқын газетіне берген сұхбатында өзінің қайталанбайтын, ешкімге ұқсамайтын дербес стилінің дамуы да осы сыншылықтың арқасы деп айтқан болатын. Дәл сол сұхбатта ақын сыншылығының өзі үшін нені жазу керек, нені жазбау керектігін анықтауға жәрдемдесетін бірден бір көмекші құрал екенін айтты. Басқа сөзбен айтқанда, Ардақ Нұрғазының сыншылығы тұспағар секілді оның шығармашылығының дамуына серпін беріп тұрады. Сонымен бірге Ардақ Нұрғазының әдебиетіміздің дамуына ауадай қажет әдеби сын жанрына қосып жатқан үлесі ерекше. Елімізде осы жанрдың дамуына кедергі келтіретін жүйелі факторларға қарамастан, Ардақ Нұрғазы драматургия, проза, поэзия туралы сыни мақалалар жазып, осы жанрдың дамуына белсенді түрде атсалысуда. Оның қазақтың модернистік поэзиясы және таным мен талғам деп аталатын сыни еңбектері шығармашылығында ерекше орын алады. 8 қырлы, бір сырлы Ардақ Нұрғазының шығармашылығы тек сыншылығымен не ақындығымен ғана шектелмейді. Шынында, терең ойлы сыншы, ерікті әрі қайталанбас ақын бола тұра, Ардақ Нұрғазы өзін жазушы және драматург ретінде көрсете білді. Оның танымал сызықтар мен нүктелер әңгіме жинағы 2010 жылы жарық көрді. Мен ешкімде емеспін атты пьесасы Рух халықаралық әдеби конкурсының драматургия номинациясы бойынша бірінші орында жеңіп алды. Қорытындылай келе, Ардақ Нұрғазының әдебиет туралы түсінігі
таным мен пайымы бөлек. Ол әдебиеттің үш бұтағы саналатын ақындық, сыншылдық және прозашылдық түсініктерін қатар алып жүретін сан қырлы тұлға әрі қазақ әдебиетіндегі феномен. Заманда әдебиетте өзгеріп келеді. Қазақ әдебиеті өткенмен өмір сүрмей 21 ғасырдың талғамына сай дамуы керек. Сондықтан біз дәстүрлі формашылдық пен қара өлең ұйқасының ескіріп жатқан таным түсінік екенін есте сақтауымыз керек. Біздің міндетіміз өткенге құрметпен қарап, қазіргі өмір өзгерістерін қабылдау. Осы ой Ардақ Нұрғазының шығармашылығынан айқын көрініс табады. Шынында Ардақ Нұрғазы қазақ әдебиетінің заман талабына сай дамуына ерекше үлес қосып жатқан бірден бір тұлға.